Өте дәмді өзім сатып жүрген қаттамалар. Дайындалу жолы: ең бірінші посудаға 350 грамм сарыағаш құйып аламыз, және обычный су краннан 150 грамм. Одан кейін бір ас қасық тұз, бір жұмыртқа және 1 килограмм ұн қосамыз. Өте жеңіл рецепт, кез келген адам жасай алады. Бұл осы бір порциядан бізде осынша масса шығады. Оны килограммға өлшеп аламыз және 3-ке бөлеміз. Получается, бізде 3 жаймадан 12 қаттама шығады. Үшеуін естіп бөліп ап, демалдыруға қоямыз және жайып аламыз. Жұқалап, өте жұқа етіп жаю керек. Қалауларыңыз бойынша әрине жұқа етіп жаямыз, және мен сіздерге осы маргарин жайында айтамын. Келесі видеода ол самсаға да және қаттамаға да болады. Ортасына көкпияз қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Осылай айналдырып шарик жасап аламыз, және 1,5 сағатқа морозильникқа қатқанша қойып, қатқаннан кейін осылай жайып аламыз. Қатырмай жаятын болсаңыздар, бұл жап кетеді. Және осы сковородкаға 2-3 капля майға осылай қуырып аламыз, ас болсын.